бүйтіп бір кішкене жабырқап. гормон ғой. Елдер құсап паттая бірдеңке жегім кеп тұр, экзотический андай деген нәрсе жоқ. Соленый огурцымен торт жегім кеп тұр деген нәрсе Ондай жоқ. Мизинец жегім кеп тұр, топырақ жегім кеп тұр, бор жегім кеп тұр деген нәрсе бар жоқ. жоқ деген сияқты. Стандартный меню, азында менің миым соны жейді. Обедке қан ішем. Кешке тағы ек қасық миым, сонымен болды бізде. Сонымен жақсы. Сен бір күні елде отырмасың, мисыз, қансыз. Еще мама да мен мінезім біледі ғой. Мама да басында звондап ше сразу. Көтеніңді қысып жүр деп маған ұрсады. Негізі бар, ой шын айтайыншы, кейде мен мамаңды аяп кетем. Неге? Себебі ана пранктарыңдан туй деп. Жоқ, біз Тым қатты, қатал, тым қатты. жалпы пранк деген нәрседе Мамаға көп істемейді. общий неде біздің семейный Жылатып қоя салады кадрда үш рет па кәдімгідей. 4 рет түсірілген пранк. Иә. Кәдімгі пранкерлер бар ғой, күнде пранк түсірген. Бізде общий неде бір 4 рет түсірілген, оның біреусі ана інім екеуміз ұрысып қаламыз, біз мама Иә, айтады. міне. Бірлікте болыңдар, Білесің өзің ғой, екі ол мамаң баласын. жүрегін ауыртатын. Иә, Жоқ, сен екеуі. дәл сол точкаға бар. Ойға бар бұрасың. Әдейі сөйтіп түскенбіз осы. Кәдімгідей жылап қалады, аянышты кәдімгідей. Елдердің бөлім білеміз, оны да пранковать еткенбіз, анау суға салады ғой басын. Иә. Қай балаң жақсы көресің дегенде мені бүйтіп салып жатса, анау бүйтіп, мама мен ше деген. Жанда, иә. Ода маманы қызғанады менен, інім. Мама енді екеумізді жақсы көреді ғой, бірақ інім қызғанады, типа мен кенжесім, мен мамам мені жақсы көру керек деген сияқты сондай болып тұрады. Себебі кішкентай Бірақ ол кезінде. здоровый қызғаныш, иә, былайша айтқанда. Иә, здоровый Ондай қызғаныш. шектен тыс шыққан. Жоқ, ондай қатты жоқ. Ол папасының баласы деп айтады да. Ана мамам баласы, мен папам баласы деген сияқты нәрсе бар. Соған кішкене не істейді бар, біз 100% елдер біртүрлі болып қалады деймін. Дәл сол нәрсе болды ғой, иә. Мама ұрыспаңдар деп постоянно біз татулыққа, бірлікке не істеп насихаттап отырады. Өзің екі ақ баласын аман есен өсіп өніңдер, бір-біріңе демеу болыңдар, поддержка болыңдар деп сөйтіп өсіргеннен кейін сол жерінен ұстадық қой маманы. Не, өсіп кеттің бәне, бір бәлезір бәле деп. Сен нешеде едің папа қайтыс болғанда? Мен 9-да, інім 7-де. Мамаң екеуіңді жеткізді жалғыз. Өзі алып шықты ғой, Аллаға шүкір. Мама ол кезде жасы қанша Ол кезде жасында? мама 34. Жасы ғой? Иә, 34-те. Мамам 34-те, Тұрмысқа папа шығамын 36-та. демеді. Жоқ, шыққан жоқ, шығамын демеді. И туысқандарда болды ғой енді. Ол кезде біз қатты бұзық едіміз. Адам ойды, неге детдомға өткізіп жібер, сөйтіп тұрмысқа шығып ал деп. Нагло айтатын ғой. Қатты бұзық болған ғой. Иә, мама сол неден папа қайтыс болғаннан бастап намаз оқиды ғой. Просто оны насихаттап, жария қылып бүйтпейді. Сразу намаз оқиды. Арасында жоқты бүйтіп. Иә, мама сол неден папа қайтыс болғаннан бастап намаз оқиды ғой. Просто оны насихаттап, жария қылып бүйтпейді. Сразу намаз оқиды. Арасында өздерің мысалы бүйтіп сырласып айтқан жоқсыңдар ма, анашым біз ер жеттік, тұрмысқа шыға беріңіз. Ондайды естісе екеуі деп жынданып кетеді. Үйдерде жіберем ғой. Біз маманы қызғанамыз ғой, өшті. Айдыладағы танымайтын бір еркекпен қалай барып қосыл деп айтасың. Қумасын. Өшті. Иә? Бұл тема никак қозғалмайды. Енді мамаң 34 жасында жалғыз қалу оңай. Мамаң 60-қа келеді. Жоқ, қазір түсінікті ғой. Сол кезде сәл енді сендер Біз баламыз ғой. 10 жыл бұрын мысалы айтқан жоқсыңдар ма? Ер балалар басқаша не істеді ғой. Әртүрлі болады, бірақ иә. Мен келісім бермес едім. Мүлдем. Мен бермес едім. Эгоисттік көзқарас емес па, сенікі? Жоқ, білмеймін, бұл енді баланың әкеге, шешеге деген махаббаты деп қабылдаймын мен. Енді әкем өзін асырайын деп өлген жоқ қой, осы мамамды асырайын деп, бізді асырайын деп өліп кетті ғой, например деймін да. Өзімен өзі бөлек кетіп қалып лақтырып кеткен жоқ бізді деген сияқты ғой. Семья үшін өзін құрбан етті. Мама да осы екі бала әкесінің аманаты деп біз үшін өзін құрбан етті. Біз қазір максимально өзімізді дұрыс неге салып. Жоқ, ол кісі бәрібір сендер бөлек кеттіңдер. Жоқ, ол түсінікті ғой, ол бәрібір қасында бір ер азамат болса ол кісінің. Жоқ, мамаға ұнамайды ешкім. Бірақ шынында да сендер кішкентайыңнан сол мүлдем қарсы болдыңдар. Сол себепті мама ол туралы мүлдем әңгіме қозғаған емес. Жоқ, мүлдем қарсы болдыңдар дегенде мама ол теманы қозғаған жоқ, және туысқандар да ол теманы бізге кеп былай мамаңды бүйтіп қосайық, мынандай бір азамат бар еді деп ондай ештеңке болған емес бізге. Себебі сендердің іс әрекеттеріңнен түсінген сөйлейтіндер болды. Өткізген детдомға бір бәле деп. Сол туысқандарға сәлем.
енді мүмкін олар жөнін айтқан шығар. Жоқ, олар қартайғанда мен оларды қарттар үйіне өткіземін. Ойнап жатыр Елдос. Жақсы, ситуациялық сұрақтар ғой. Менің бұған байланысты көзқарасым кішкене басқаша. Себебі менің ойымша барлық адам бақытты болуға лайықты. Иә, ол қанша жасында болсын, қандай жағдайда болсын. 34 деген өте жас, тіпті 44-інде күйеуге болар еді, 54-інде тұрмысқа шығуға болар еді. Шындығына келгенде сендерге қарайлап қалды ма дегенім ғой, сендер. Егер мама бұл теманы қозғағанда, мүмкін біз Елдар екеуміз бұл темада ойланатын бедік. Бұл теманы ол кісі қозғаған жоқ, а біз оған барып, мама, давай бүйтсеңші десең, менен құтыламай жатыр ма деп ойлап қалуы мүмкін ғой. Аналар өсетін өсіп алып, мені қуып жатыр ма деген сияқты болуы мүмкін ғой. Ол кісі бізге бұл теманы қозғаған жоқ, и біз де қозғаған жоқпыз. И біз максимально маманы пропущенный годы дейді ғой. Мама бір тойға баратын болса да, даже тағатын алтыны болмайтын. Көршіден алады, подружкасынан бере тұршы деп бағана сырғасын тағып, сақинасын тағып сөйтіп баратын. Қай жылдар? 2005-2007-ге дейінгі болған әңгіме, 2009 даже мен мектеп бітіргенше болған әңгіме. Оның бәрі сенің көз алдында болды. Иә, көз алдымызда болды. Біз 11.000 теңгелік кредитін төлемейтін кез болған мамада. Сол моменттерде көмектескен сол маманың өзінің туған жеңгесі мен туған сіңлісі. Сол екеуі бізде жоқ болса да сенде болсын деп анағандай кредитін жауып беріп, тойға ақшасын беріп, әйтеуір бүйтіп көмектесіп тұратын. Сол кісілерге Алла разы болсын. Сөйтіп әйтеуір не болып кетті ғой. Мен 8-ші класстан бастап жұмыс істедім мен. Біліп тұрып үйде ақша жоқ. Сонымен барып заправкаға пистолетчик болып кірдім, андай бензин құйып беріп, бірақ айлық бермейді ғой ол кезде. Иә. Ол кезде фарт сұрайсың. Аға фарт тастап кетіңізші, аға фарт тастап кетіңізші деп. Нормально ақша шығарып алған бұл кезде. Өзіміздің киімімізді өзіміз таптық қой. Сөйтіп 17 жасымда мен тамада болып кеттім. Содан бастап уже кішкене бетіміз бері қарай бастады. Маманың қиналғанын қатты көрдім. Өте көп көрдік. Қиналған, жылаған. И бізде інім екеуміз бір тағдырымыз бір былай болып тұратын. Мен аппендицит болам, інім аппендицит болады. Менің мұрным операция жасайды, інімнің мұрнына операция жасайды. Ода да қол сынған, менде де қол сынған деген сияқты нәрселер бар да.